Саламатсыздар ма? Көрдік. Сарайшық мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығының отта туғандар айдарына қош келдіңіздер. Бұл айдарымыздың бұлай аталу себебі жалпы қыш құмыралар, қыш ыдыстар, бұйымдар жасалған кезде саздан жасақталып, кейін күйдіріліп, яғни отта күйдіріліп, кейін осы дәуірге жеткен білеміз. Міне сол себептен де қыш құмырларымыз отта күйдірілгендіктен бұл жаңағыдай айдарымыздың аты отта туғандар. Альварелла деп аталынатын ыдысымыз. Бұл ыдысымызға дәрі-дәрмектер сақталған, яғни сол кезде әр ыдыстың, мысалы, сүт өнімдерін сақтайтын бөлек құмыралар саздан бөлек жасалған, және де дәрі-дәрмектер сақталынатын осындай арнайы цилиндр тәріздес альварелла деп аталынатын бөлек дәрі сақтайтын, яғни ыдыстар болған. Бұл ыдыстарымыздың іші де сыртта арнайы глазурмен сырланған. Сыртын көріп тұрсаңыз әдемі, яғни пішіндермен, узорлармен безендірілген, оны көрулеріңізге болады. 15 ғасырларға жататын осы Сарайшық музей қорығында альварелланың 2 түрі бар. Яғни осы 2 түрін біреуін сіздерге әкеліп көрсетіп отырмын. Сарайшық музейіне келіп, қарап, тарихтен тамашаларыңызға болады. Яғни бұндай ыдыстардың қақпағымен ұстайтын ұстағыштар болмайды. Яғни бетіне дәрі-дәрмектер салғаннан кейін, енді дәл қазір уақытта таблетка дәрі-дәрмектеріміз бар, ал бұрын сұйықтық дәрі-дәрмектер және де шөптен жасалған дәрі-дәрмектер болған. Осындай шөптен жасалған сұйықтық дәрі-дәрмектерді осы ыдыстарға құйып сақтаған және тасымалдай білген екен. Бетіне матадан немесе бір теріден жаңағыдай қойып, жаңағыдай жіппен бейтіп байлап, ішіндегі затты сақтай алған екен. Осындай ыдыстарымыздың бірі альварелла деп аталынады. Назарларыңызға рахмет.